Сәлеметсіңдер ме балалар? 8-ші бөлім адамның сырт келбеті мен мінезі. Параграф 60. Бала Абай. Бірінші тыңдалым. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан үзінді тыңдап, бала Абайдың неге қызыққанын анықтаңдар. Бала Абай кітап оқуға қызығады. Басқа балалар сияқты ойын қумай, үйінен шықпай кітап оқып отырады. Кейін бар кітабын оқып қойып, оқитын кітап таппай қалғанда әкесінен сұрайды. Екінші тапсырма оқылым. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Денесі де бір аралық кейіпте, бойы өскен, қол-аяғы ұзарған, бұрын-мұрны шолақтау болушы еді, биыл біраз ұзарып қалыпты. Бет бейнесі баладан гөрі ірілеңкіреп бозбалалық қалпына бейімделген. Бірақ әлі сол мүсінде үлкендік жоқ, толық балғын емес, сыйдиып, арықтап құр созылған сияқты. Күн көрмей өскен реңі солғын, бойшаң ғана өсімдік бейнелес. Бұрын қара болушы еді, бетінің қызылы да бар еді. Қазірде қаладан қайтқандық және ауру қосылғандық бар ма, әйтеуір бозғылданған. Сұйықтау қоңыр шашының арасынан бас құйқасы да қылаңданып көрінеді. О да ауырғандық пен күн көзінде болмағандықтың белгісі. Абайдың осы сияқты қалпына ендігі мінез машығы да бір алуан боп өзінше үйлесті. Мұхтар Әуезов. Бұл мәтінге бала Абай деп тақырып қоюға болады. Сұрақтарға жауап берейік. Бала Абайдың кескін келбетін көз алдарыңа қалай елестетесіңдер? Абайдың реңі солғын, бойы ұзын, өзі арық. Балғын, солғын сөздерінің мағыналарын түсіндіріңдер. Балғын, уылжыған деген мағынада, солғын, өңінде қан жоқ, бозарған деген мағынада. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі сипаттау мәніндегі сөздер мен сөз тіркестерін анықтап, оларды синонимдермен ауыстырыңдар, кестені толтырыңдар. Бойы өскен, бойы ұзарған, қол-аяғы ұзарған, қол-аяғы өскен, сыйдиып, арықтап, құр созылған сияқты, тырайып, азып, құры бойы өскен сияқты, реңі солғын, реңі боп-боз. Әдеби тілдік норма заттың санын, мөлшерін, ретін білдіріп, қанша, неше, нешеу, нешінші сұрақтарына жауап беретін сөз табы сан есім деп аталады. Сан есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара сан есімдер, күрделі сан есімдер. Дара сан есімдер бір түбірден құралады. Мысалы 10, 3, 1000, 100, ондаған, 8-ші, жетеу тағы басқа. Екі я одан да көп түбірдің тіркесіне немесе қосарлануынан жасалған сан есім күрделі сан есім деп аталады. Мысалы 3956, 100 қаралы, 10-нан 1, 1-1-ден 3, 4 тағы басқа. Төртінші тапсырма. Оқылым және тыңдалым мәтіндерінен сан есімдерді тауып, құрамына қарай ажыратыңдар. Дара сан есім 3, дара сан есім, күрделі 13. Бесінші тапсырма. Адамның жас мөлшері туралы сан есімдер қатысқан мақал-мәтелдер жазып, құрамына қарай талдаңдар. Болар адам 7 жаста бас болар, болмас адам 40-қа келсе де жас болар. Әйел 40-та өңін бермесе қасиет, еркек 40-қа келгенше ескірмесе қасірет. Жақсы кісі 40-да толады, жаман кісі 40-да солады. 50-інде ер дана, 50 жылда ел жаңа. Мұндағы кездесетін сан есімдер 7, 40, 50. 7 дара сан есім, 40 дара сан есім, 50 де дара сан есімге жатады. Алтыншы тапсырма. Жазылым. Мәтінді негізге ала отырып, бала Абайдың портретін өз сөздеріңмен кластер әдісі арқылы топтастырып жазыңдар. Абай. Денесі бір аралық кейіпте, қол-аяғы ұзын, шашы жұқа, реңі боп-боз. Жетінші тапсырма. Абайдың адамның сырт келбеті мен оның бойындағы қасиеттері туралы 18-ші қара сөзін оқып, өз пікірлеріңмен толықтырыңдар. Абай 18-ші қара сөзінде адамның сырт келбеті мен оның бойындағы қасиеттер туралы айтады. Адам баласы таза, ұқыпты киінген дұрыс және өз шамасына қарай киінсін дейді. Ал кейбір кербездер жұрттан артық киініп өзгелердің қызғанышын қоздырады дейді. Жасанды қылықтарымен жұғымды жігіт атанғысы келеді, бірақ мұндай ой адамның басына бір келмесін. Ондай ой келген жағдайда одан арылу қиын дейді.
Адам баласынан тек білім, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озады дейді. Расында Абай айтқан қасиеттер қазіргі кезде де адамдарда кездеседі. Қымбат киімін киіп, алтындарын мақтан етіп жүретіндер бар. Адамға ең жарасатыны оның ақылы, білімі және көркем мінезі дер едім. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.